Баршаңызға сәлем достар. Бүгін маклюб деп аталатын ыстық тағам дайындаймыз. Өте дәмді, дайындалу да қатты қиын емес, сондықтан міндетті түрде жасап көріңіздер. Ең алдымен бізге түбі жабыспайтын табақ қажет, және осы табаққа сұйық май құйып, май әбден қызған соң етімізді қуырамыз. Ет қуырылған соң өз суына бұқтырып пісіреміз. Ет піскенше картоп сәбізді видеодадай дөңгелетіп тураймыз. Пиязды қалауларыңызша турауға болады, мен жартай дөңгелек етіп турадым. Ет жартылай піскен соң үстінен ыстық су құйып, әбден бұқтырып пісіреміз. Ет піскенше бөлек табаққа сұйық майды молынан құйып, картоп сәбізімізді қуырамыз. Екі жағы әбден қызарғанша қуырамыз. Ет піскен соң үстінен пияз салып, пияз әбден қызарғанша қуырамыз және тұздаймыз. Картоп сәбізімізді видеодадай орналастырамыз және тұздауды ұмытпаймыз. Күрішті бөлек тұздап алып саламыз және бетін тегістейміз. Күріштің бетін жартылай ғана жауып тұратындай ыстық су құйып және су тарылған соң күрішті 30-40 минуттай баяу отта пісіреміз. Күріш піскенше қызанақ, қияр және салат жапырағын видеодадай төртбұрыштап ұсақтап тураймыз және тұздаймыз. Күріш піскен соң ең маңызды нәрсе табаны үлкен ыдысқа аударамыз және осы жерде өте мұқият болу қажет. Күріштің жанына қызанақ, қияр, салат жапырағын және жүгеріні кезекпен видеодадай саламыз. Және соңында айран құямыз. Біздің маклюб дайын, өте дәмді, отбасыма да маған да өте қатты ұнады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видео ұнаған болса лайк басып, пікір қалдырып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.